Біз печенье дайындайтын боламыз және оған ең алдымен 4 жұмыртқаға 1 кесе қантты қосып араластырамыз. Венчиктің көмегімен немесе миксермен араластырамыз. Содан соң қант салған ыдыспен күнбағыс майын қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Содан соң 10 грамм разрыхлитель қосамыз. Одан кейін біз ұнды жайлап қосамыз және оны ең бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Аз-аздан ұнды салып отырамыз және қасықпен араластыруға қарама-қарсы бағытта ыдысты қозғалтып отырамыз. Қада ұн қосып, өте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осындай болып шығады. Одан кейін біз пергамент қағазын төсейміз. Печеньемізді кесіп, оның бетіне бір жұмыртқаны жағамыз. Ол печенье жылтырлап тұру үшін. Печеньеміздің бетіне жұмыртқа жаққаннан кейін мен мак немесе кунжут қоямын, бетіне себемін. Мен мак септім біріншісіне және оны духовкаға саламыз. Максимальный градуста 9-10 минут пісіріп аламыз. Күнші пісіргеніне кунжут септім бетіне, өте дәмді шығады печенье. Бұл рецептпен 1 немесе 1 килограмм 200 граммда печенье шығады.